Линияс – өмір мен өлім арасындағы үнсіз күрес. Сәлем достар. Бүгін біз өте ерекше, жүрекке ауыр, бірақ маңызды тақырыпты қозғайтын дорама жайлы әңгімелейміз. Бұл жапон драмасы Линияс, яғни С линиясы. Бұл дораманы жай ғана криминалды сериал немесе детектив деп айту оның шын мәнін ашпайды. Бұл қоғамдағы терең жараларды көрсететін, адамның ішкі жан дүниесін ашатын драма. Сюжет қалай басталады? Оқиға басты кейіпкер жас прокурор Сайо Тагоның айналасында өрбиді. Ол мансабын жаңадан бастап жатқан, шындық пен әділетке сенетін адам. Бір күні ол күтпеген жерден ауыр қылмыстық істі тергеуге тап болады. 15 жастағы жас өспірім қыз өлімге душар болған. Бастапқыда бұл жай ғана суицид секілді көрінеді. Бірақ тергеу тереңдеген сайын, бұл оқиғаның артында үлкен трагедия тұрғаны анықтала бастайды. Сайо бұл істі тергей отырып, өзінің де бала күнгі естеліктерімен бетпе-бет келеді. Себебі ол да анасының өзіне қол жұмсағанын көрген. Бұл оқиға оның бүкіл өмірін өзгерткен. Сайоның ішкі жан дүниесі мен ауыр естеліктері. Сайо жай ғана прокурор емес. Ол әділет іздеуші. Ол үшін заң қағаз жүзіндегі жазу ғана емес, шынайы өмірде адамдарға көмектесетін құрал болуы керек. Анасының өлімі оның ішкі әлеміне үлкен жара салған. Сондықтан да ол С линиясы, яғни Жапониядағы суицидтің алдын алу желісінде ерікті болып жұмыс істей бастайды. Сол жерге қоңырау шалатындар, үмітсіздікте жүрген адамдар. Сайо солармен сөйлесіп, олардың үніне құлақ асады. Өйткені өзі де сол түнектен шыққан. Қоғамдағы суицид мәселесі. Линияс жай ғана бір адамның хикаясы емес. Бұл дорама арқылы Жапония қоғамындағы өте ауыр, әрі шынайы проблема қозғалады, жас өспірімдер арасындағы суицид. Статистика бойынша Жапонияда күн сайын ондаған адам өз-өзіне қол жұмсайды. Бұл тек қана Жапония емес, бүкіл әлемге ортақ мәселе. Адамдар күйзеліс, жалғыздық, отбасылық зорлық-зомбылық, мектептегі қысым сияқты жағдайлардан шаршайды. Осы дорама осының барлығын өте шынайы көрсетеді. Кейіпкерлер және актерлік шеберлік. Басты рөлде талантты актриса Юрика Юситака, оның сомдаған Сайо бейнесі өте сенімді шыққан. Көзіндегі мұң, үнсіздіктегі ауыр тыныс, бәрі де экраннан сезіледі. Сонымен қатар дорамада психиатрлар, тергеушілер, мұғалімдер мен ата-аналар бейнесі де жақсы ашылған. Әр кейіпкер қоғамның бір бөлігі. Олардың әрекеті мен әрекетсіздігі кейіпкерлер тағдырына әсер етеді. Кинематография мен атмосфера. Линияс визуалды жағынан да әсерлі түсірілген. Кадрлар қараңғы, үнсіз сәттер көп. Жарық пен көлеңке ойыны кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін дәл жеткізеді. Музыкасы да ерекше. Жұмсақ, мұңды әуендер көрерменнің көңіл күйін терең сезінуге көмектеседі. Әр эпизодтың соңында үнсіздік. Бұл үнсіздік көрерменнің өзімен өзі қалуына мүмкіндік береді. Өз сұрағына жауап іздеуіне итермелейді. Не үшін көру керек? Линияс бұл адам өмірінің қаншалықты нәзік екенін еске салады. Бұл дорама адам жанын жаралайтын сөздердің, ескерусіз қалған сезімдердің қандай үлкен трагедияға апаратынын көрсетеді. Егер сіз терең мағыналы, шынайы эмоцияға толы, өмірлік мәні бар сериал іздесеңіз, Линияс сізге арналған. Бұл дораманы көрген соң, сіз өзгеше ойлай бастайсыз. Айналаңыздағы адамдарға басқаша қарайсыз. Мүмкін, сіздің бір жылы сөзіңіз біреудің өмірін құтқарып қалар. Қорытынды. Бүгін біз Линияс дорамасына қысқаша шолу жасадық. Бұл тек сериал емес, бұл өмірдің өзі. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Түсініктемеде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Бұл дораманы көрдіңіз бе? Қандай әсер алдыңыз? Келесі видеоларда көріскенше, достар.